жерде ойында бәсекелестік немесе сайысу жоқ. Тек қана өздеріңіздің баяу ойларыңызға ерік бересіздер. Бізде бірінші үстелде ноқат таяқшалар. Ноқат құрастырғыш. Бұл жерде ноқат пен таяқшаларды біріктіре отырып, үлкен, кіші, немесе ұзын, қысқа, жануар, өсімдік, өздеріңіздің қиялдарыңызға ерік беріп, неше түрлі мүсіндер жасайсыздар. Міне алдарыңызда тұр, бірақ өздеріңіздің ойларыңызша жасай берулеріңізге болады. Жасай беріңіздер. Екінші үстелімізде бұл резинкалы картина деп аталады. Бұл резинка бізде тақтайшамен резинкелер берілген. Сол резинкелерді созып, белгілі бір бейне сурет жасайсыздар. Өздеріңіз көрсетілген ғой сіздерге. Ал бұл жерде кішкентай саусақтар деп аталады. Яғни табиғатты қамтиды. Балалар мен табиғаттың үндестігін арттырады. Алдарыңызда шаблон берілген. Табиғатта бар тастар, тағамдар, неше түрлі заттар арқылы қайталанып, осы шаблонды қайталайсыздар. Ал ендеше біздің ақыл-ой ұшқыр педагогтарымыз жұмыстан жатқан кезде мен сіздерге осы Реджо Эмили әдісі туралы шағын мәлімет беріп кетсем. Астыға түсір. Реджо Эмили әдісі бұл Реджо Эмили қаласында пайда болған. Бұл әдістің басты ерекшелігі балаға дайын білім беру емес, баланың өз бетімен үйренуіне мүмкіндік жасау. Бұл әдісте бала бастауға, яғни бала өзі зерттейді, байқайды, сұрақ қояды. Ал педагог бағыт беруші. Мысалы, біз көбіне балаларға бұл не деп сұрақ қойып, артынша өзіміз жауап беріп кетеміз. Ал бұл әдісте сен қалай ойлайсың, неге олай ойлайсың деген сияқты сұрақ қоямыз. Және де осылайша бала ойланып, өз пікірін айтады. Тағы бір маңызды нәрсе ол орта. Яғни баланың айналасындағы ойыншықтар, материалдар баланың дамуына әсер етеді. Сондықтан орта әдемі, қызықты, зерттеуге ыңғайлы болу керек. Бұл әдісте ойынның рөлі өте үлкен. Балалар су, құм, бояу арқылы зерттейді, сурет салады, өз ойын білдіреді, және де рөлдік ойындар ойнайды. Балаға көмектесу, оның орнына жасау емес, ойлануына мүмкіндік беру. Бұл балаға дайын тапсырма беру емес, оны ойландыру. Біз тек орта дайындаймыз, ал бала өзі зерттейді. Ал ендеше біздің педагогтарымыз дайын болып қалдыңыздар ма? Өзіңіздің не жасағаныңызды айтып түсіндіріп кетсеңіз. Бұл біздің балабақшамыз. Мына жерде міне біздің балабақша. Бұл жол. Мына жерде балабақшадан кіреберіс. Бұны күн деп алдым. Міне бұлттар. Мына кішкентай бос шегелер біздің балаларымыз. Біздің ауладағы ағаш, балдарға арналған ойындар және де құм балалар ойнайтын жер. Жақсы, рахмет. Келесі айта беріңіз. Арналған ойындар үш бұрыш, шаршы, пішіндер. Ойнайтын алаң. Келесі болыңыздар. Ноқаттан және тіс зубочистка дейміз ғой. Таяқшадан үй құрастырдым деп. Рахмет. Басқаларыңыздар істеген балаға дайындыру барысында түсіндіру барысында төрт бірштен, үш бірштен қол моторикасында
Сіздер болдыңыздар. Bu men birinchi suretimde жұлдызша, аспан әлемінің бір бөлшегі. Тастардан бейнеледім. Шіріген кезеңізде. Борыш белгісін жаңағы табиғатта кездесетін тастармен табиғатта кездесетін тастармен кезеңдерді екінші борыш кезең лабиринтті Бейнелеріңіз, иә, шаблонға. Мен түрлі түсті матадан жасалған штарлар арқылы, доптар арқылы жылан белгіледім. Екінші жұмысым тағам өнімдерімен жұлдызшаға сәйкес келеді. Бұл жерде санаулы болатын сияқты. Бұл менде келесі фасольдан жасалған. Оны деген дөңгелек шеңбер, шексіздік. Екіншісі жұлдыз, иә. Екіншісі жұлдыз. Жақсы, рахмет. Дүниеде қанша адам болса, сонша ақыл, ой бар, иә. Сіздердің айтып отырған ойларыңызды біз дұрыс деп айта алмаймыз. Өйткені әркімнің өзінің ойы, ісі маңызды. Сол себепті кішкентай нәрседен сіздер өздеріңіздің ұшқыр ойларыңызды көрсетіп отырсыздар.